Нәзік сүзбелі киндер делис дәміне ұқсайтын үлпілдек шоколадты бәліш дайындаймын. Ол үшін ыдысқа жұмыртқа, қант салып миксермен түсі ағарып көтерілгенше шайқаймыз. Өсімдік майын құйып араластырып, қопсытқыш, какао, ұнды қосып бір келкі болғанша араластырып алып, пергамент қағазы төселген формаға құйып, тегістеп шетке қоя тұрамыз. Блендерге сүзбе, қант, жұмыртқа, жүгері крахмалын, ванильді қанты салып, бір келкі масса болғанша шайқаймыз. Алынған массаны кондитерлік қапқа салып, пирогтың бетіне тор тәріздес етіп салып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Суытып алып дастарханға береміз. Өте жұмсақ, дәмді, үлпілдек пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.